Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майға қант салып, жақсылап араластырамыз қант ерігенше. Одан кейін жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. ұн және қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырды диаметрі 22-24 см болатын формаға жайғастырамыз. Тегістеп салып, бортигін жасаймыз. Қалауларыңызша грек жаңағын турап алсаңыздар болады, немесе бүтіндей салсаңыздар да болады. Одан кейін қамырдың үстіне грек жаңғағын, өрік, мейіз салсаңыздар болады. Содан кейін үстіне сапалы сгущенканы құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Осымен біздің восточный пирогымыз дайын, дәмі тіл үйіреді. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.